Assalamu alaikum, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін осындай өте дәмді шоколадты торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші жұмыртқаның ақуызы мен сарысын бөліп салып аламыз. Ақуызын көбіктені формасын ұстағанға дейін миксерлейміз. Және сарысын бір-бірден салып отырып миксерлейміз. Қантымызды бөліп салып алып миксерлейміз. Және құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Илектен өткізіп, қасықпен араластырып, аз-аздан салып отырып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Формамызға салып 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Таяқшаның көмегімен тексереміз піскенін. Және корждарымызды суытамыз. 3 бөлікке бөліп аламыз. Кремін дайындап аламыз. Сливкімізді құйып миксерлейміз. Творожный сырымызды саламыз. Және 3 ас қасық қант ұнтағын, сахарный пудрамыз салып миксерлейміз. Креміміз өзін ұстағаннан кейін екі ас қасық какаоны илектен өткізіп салып араластырып аламыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Корждарымызға пропитка құйып аламыз. Қант пен су араластырып. Кремімізді жағамыз. Екінші коржды салып, пропитка құйып, кремімізді жағамыз. Үшінші коржды саламыз. Пропиткамызды құйып, кремімізді жағамыз. Формадан шешіп, тортымызды тегістейміз, қалған кремді сыртына жағамыз. Тортымыз дайын, енді тоңазытқышқа 5-6 сағат қойып қоямыз. Шоколадты ганашымыз жасаймыз. Оны бөлме температурасына дейін суытып, тортымыздың үстіне құйып, толықтай жан-жағына шоколадымызды жағып шығамыз. Біздің шоколадты тортымыз дайын. Осылай қалдырсаңыз болады, немесе өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Міне өте дәмді, ауызда еритін біздің шоколадты тортымыз дайын. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін, жасап көріңіздер.